Саламатсыздарбы студенттер, бүгүнкү сиздермен өтүлөтүн жана тақырыбымыз жеңил атлетикалык снаряддарды лактыруу техникасы менен үйрөтүү әдістемесі. Жеңил атлетикада снаряддарды лактыруу түрлөрү спортчунун күчүн, үйлесимдүүлүгүн, козголус техникасын, дене дайындыгын дамытатын маңызды жаттуулар кишини. Лактыруу жаттуулары көбүнө стадион жагдайында орундалады және дәлдик, кашыктык, жылдамдык пен биомеханикага негизделген. Жарыштын түрлөрүнө келетін болсак, күрөш лактыруу, яғни ядро итерүү, диск лактыруу, найза лактыруу, балга лактыруу жатады. Ар кайсынын өзүндүк техникасы менен адистемеси бар. Төмөндө соларга жеке токтолотун боламыз. Снаряддарды лактыруу түрлөрүнө жалпы сипаттама беретін болсак, жалпы алганда лактыруу техникасы келесі негизги фазалардан турады. Биринчи фаза бастапкы турус, яғни дайындык. Экинчи жүгүрүү немесе айналуу козголусы. Үчүнчү серпилиш және лактыруу. Төртүнчү коону және аяктоо фазасы жалпы сипаттамалары болуп табылады. Техникалык тургудан эң маңызды серпилиш фазасы, яғни күчтүн снарядка толук берилүү сәти. Ал эң жиі кездесетін қателік қозғалыс үйлесімділігін бұзылуы немесе дене мен қол қимылдарының сәйкессіздігі. Ядроны итерүү техникасы мен оқты әдістемесіне тоқталатын болсақ, жалпы техника кезеңдері бірінші бастапқы қалып, яғни біріншісі бастапқы қалыпты алуымыз керек. Екінші, сол иықпен алға қарап ядро иыққа, яғни мойынға тіреліп тұрады. Аяқтар иық деңгейінде орналасады, дене сәл бүгіледі. Серпіліске дайындық жасауымыз керек болып табылады. Қысқа итерілуі, көбіне бұрылу арқылы салмақ артқы аяқта болады. Дененің бұрылуы мен итеру қозғалысы басталады. Келесі итеру сәтіне келетін болсақ, алдыңғы аяқпен тіреліп, артқы аяқпен күш беріп итеріледі. Ол шынтақтан жазылып, ядро итеріледі, лақтырылмайды. Және аяқтау фазасы спортшы тепе-теңдікті сақтап тұру керек болып табылады. Бұл жерде әрине барлық спорт түрлерінде жалпы сызықты заступты баспау керек. Яғни мынау кісінің қолындағы тұрған ақ және қызыл солар көтеріліп отырады әр лақтырған кезде. Яғни мынау ақ сызық бойынша ядро шығып кетпеу керек. Егер шығып кеткен жағдайда қызыл байрақты көтеретін болады. Оқыту әдістемесіне келетін болсақ, допты итеру жаттығулары, яғни құрғақ жаттығулар, ядросыз итеру имитациясын жасау керек болып табылады. Қысқа дистанцияларға итеру, бір аяқпен итеру техникасы ядроны қабырғаға итеріп, қозғалыс бағытын бақылау керек болып табылады. Келесі бізде диск лақтыру техникасы мен оны оқыту әдістемесіне тоқталатын болсақ, техника кезеңдеріне келетін болсақ, бастапқы қалып, аяқтар иық деңгейінде, диск бір қолда көлденең орналасады. Диск иық деңгейінде жоғары емес. Айналу қозғалысы, қолмен дискті шеңбер жасап айналдыру. Келесі бізде алтыншы, аяқтармен тіректі жасап бұралып қозғалыс. Жетіншісі лақтыру сәті. 8, қол толық жазылып шеңбер бойымен дискті иық деңгейімен лақтыру. Келесі саусақтар мен дискті айналу жылдамдығы беріледі. Аяқтау фазасы және денені тепе-теңдік ұстау, алға құламау. Оқыту әдістемесіне келетін болсақ, пластмасса дискімен жаттығу жасау керек. Шеңбер ішінде аяқ айналымын үйрету, яғни шеңберден шықпай, бар жағы радиусы 2 метрге болатын радиустың домалақ шеңбердің ішінде шықпай лақтыруы керек болып табылады. Диск лақтырмай, тек айналуды орындау керек бастапқы қалыпта, және белгіленген қашықтыққа дәл лақтыру керек болып табылады. Келесі бізге найза лақтыру техникасы мен оқыту әдістемесі. Яғни техника кезеңдеріне келетін болсақ, жүгіріп келу.
20-30 метр қашықтыққа найзамен жүгіріп келу. Соңғы 5 қадамда найзаны артқа ығыстырып иық деңгейіне келтіру. Келесі лақтыру сәтіне келетін болсақ, қол артқа иықпен бірге қозғалып, найза алға қарай итеріледі. Алдыңғы аяқпен тіреліп, артқы аяқпен денені күш шығару. Аяқтау фазасы және найза лақтырғаннан кейін спортшы шекара сызығынан аспау керек болып табылады. Оқыту әдістемесіне келетін болсақ, жеңіл найзамен жаттығу жасау керек. Бірінші кезекте қадамсыз лақтыру, яғни бір орында тұрып жасау керек. Және қолмен итеру жаттығулар, әртүрлі жаттығулар болады. Спорт залының ішінде арналған жаттығулар, бір қолмен арналған жаттығулар жасау керек. Найзаны ауада ұзақ ұстау үшін лақтыру бұрышын қадағалау, яғни садақтың ұшу барысындағы төмен емес, жоғары емес, орта қалыпта ұшуы керек. Соны негізгі бағытта алуымыз керек болып табылады. Келесі бізде балға лақтыру техникасы мен оқыту әдістемесіне келетін болсақ, техника кезеңдеріне келетін болсақ, бұл да диск лақтыру сияқты. Бастапқы қалып, балғаны екі қолмен ұстау, тізені сәл бүгіп, денені сәл алға еңкейген. Үшінші айналу, төртінші балғаны шеңбер бойымен айналдыру, аяқпен айналып қозғалса. Келесі қозғалыс синхронды жамбас пен иықпен күш беру арқылы жүзеге асады. Лақтыру сәті және соңғы айналымда тепе-теңдік сақталып, балға жоғары бұрышпен лақтырылады. Аяқтау және қозғалысты аяқтау, орыннан шықпау, яғни сызықты баспау керек болып табылады. Оқыту әдістемесіне келетін болсақ, жеңіл балғамен жаттығу жасау, шеңбер ішінде айналуды үйрену, бір айналыммен лақтыру және қозғалысты видеомен жазып, қатесін түзету керек болып табылады. Қауіпсіздік және ұйымдастыру шараларына келетін болсақ, лақтыру кезінде алаңның бос екеніне көз жеткізу керек, содан кейін ғана лақтыруымыз керек болып табылады. Снарядтардың жағдайы, жарық, сынық тексеру, яғни найзаны болсын, ядроны болсын, диск, балға, яғни шынжыр, ортада шынжыр болады, солардың барлығы жарық, сынық болмауы керек болып табылады. Спортшылар бір-бірінің лақтыруына кедергі келтірмеуі тиіс, яғни бір уақытта болып қалмауы керек. Бұл спорт түрі және әрқайсысы әр жақта болуы керек болып табылады. Жаттығу кезінде бақылау жүргізу керек, жаттықтырушы, төреші, яғни осы қауіпсіздік ережелері болмау шараларын ұйымдастыру үшін жаттықтырушылар, төрешілер қатаң бақылауда болуы керек болып табылады. Спортына келетін болсақ, бүгінгі тақырыпта жеңіл атлетикадағы лақтыру жаттығулары спортшының күш қуатын, тепе-теңдігін, техникасын дамытуға арналған кешенді жаттығулар түрі. Әр жаттығудың өз ерекшеліктері бар. Оқыту процесі жүйелі, бірізді, жас ерекшелігі мен мүмкіндіктеріне сай болуы тиіс. Лақтыруда басты мақсат техникалық дәлдік пен физикалық күшті біріктіру арқылы ең тиімді нәтижеге қол жеткізеді. Бүгінгі жалпы тақырыбымыз осы. Назарларыңызға рахмет.